Ауылға бейтаныс көліктер келе бастағанда алғашында ешкім оған мән бермеді. Геологтар екен десті жұрт. Бірдеңе салатын шығар. Кейін жерді сатып алып жатқаны белгілі болды. Олар үйлерді аралап ешқандай айқай-шусыз байыппен сөйлесетін. Мұның бәрі жұрттың игілігі үшін жасалып жатқанын түсіндіретін. Ақшаны бірден ұсынатын. Көпшілік өмірінде қолына ұстап көрмеген қомақты қаржы еді бұл. Көшедегі жұрттың бәріне жуығы келісті, тек Күләш қана келіспеді. Оның жер телімі ең шетте егістікке шығатын тұста орналасқан еді. Үйі ескі, қорасы қисайған, ал ауладағы ағаштарды кезінде өз әкесі отырғызған. Топырағы ауыр, сазды, оны өңдеуге көп күш керек, ал түсетін пайда аз. Сырттай қарағанда жерді сатып тыныш өмір сүре беруге болатын сияқты. Бірақ Күләш жоқ деді. Ешқандай дау шығармады, ештеңе түсіндірмеді, тек қақпасын жауып қойды. Көршілері әуелі оны үгіттеді, кейін таңғалды, артынан оған басқаша қарай бастады. Ал бірнеше ай өткен соң Күләштің өзгелерден әлдеқайда алысты болжай алғаны анықталды. Егер бұл оқиға сізге ұнаса, арнаға жазылып пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Күләш Сапарқызы Омарова Аққайын ауылында 42 жылдан бері тұрып келе жатқан. Осыдан 42 жыл бұрын Бекенге тұрмысқа шығып, көрші ауданнан осында көшіп келген күннен бері осы ауылда еді. Ауыл оны бірден қабылдай қойған жоқ. Ұзақ уақыт бойы оны келімсек деп санады. Бірақ ол адал еңбек етті, бала өсірді, бақша қопарды, ешкіммен көмекте, аяушылықта сұрамады. Кейін жұрт оған үйренді. Содан соң оның бұл жерге басқа жақтан келгенін ешкім елемейтін болды. Бекен 12 жыл бұрын түсінде еш қиналмай тыныш қайтыс болған еді. Балалары ержетіп жан-жаққа тарап кетті. Үлкен ұлы Қайрат аудан орталығына қоныстанды, ортаншы қызы Айдана қалаға тұрмысқа шықты. Кіші ұлы Арман біраз уақыт сенделіп жүріп, ақыры солтүстіктің бір жеріне кетіп қалды. Сирек хат жазатын, одан да сирек хабарласатын. Күләш үйімен, бақшасымен және 2 ешкісімен жалғыз қалды. Үйі жаңа емес еді, бірақ мығым болатын. Бекен оны өзі асықпай, ақылмен салған. Бөренелері жуан, шатыры осыдан 15 жыл бұрын жаңартылған, жер төлесі құрғақ. Жерінің көлемі 18 сотық еді. Оның жартысы бақшаға бөлінген, қалған бөлігінде алма ағашына дейін шөп өсетін. 4 бұрышында күзетші тәрізді 4 ағаш тұратын. Жаздың басында ауылға жер сатып алып жатыр деген сыбыс тарағанда Күләш алаңдамады. Ауылда не сөз айтылмайды, өсек тез тарайды да, тез ұмытылады. Бірақ шілденің ортасына қарай алғашқы көліктер көріне бастады. 2 адам келді. Бірі жас, үстінде ашық түсті жейде, қолтығында папкасы бар. Екіншісі жасы үлкендеу, денелі, сұр шалбар киген. Негізінен сол үлкені сөйледі. Жас жігіт қасында тұрып, басын изеп бірдеңелерді жазып отырды. Күләш оларды қақпа алдында қарсы алды. Ол құдықтан су алып келе жатқан еді. Иығына ағаш аша салып, 2 шелек көтеріп, суды төкпей, асықпай келе жатқан. Қайырлы күн деді, денелі ер адам. Үйдің иесі сіз бе? Иесімін деді Күләш, ол шелектерін жерге қойып бойын тіктеді. Жер теліміңіз туралы сөйлессек деп едік. Жақсы ұсынысымыз бар, қомақты ақша береміз, құжаттарды тез рәсімдейміз, артық әуресі болмайды. Күләш оған асықпай қарады. Жоқ деді ол. Әуелі сомасын тыңдап алыңыз. Мен жоқ дедім ғой. Ер адам сәл үнсіз қалды. Жас жігіт жазуын тоқтатты. Ойланып көріңіз деді денелі адам. Мәселе маңызды. Мұнда жұрттың бәрі дерлік келісіп қойды. Бұл олардың шаруасы деді Күләш, ал мынау менің жерім. Ол шелектерін қайтадан иығына салып үйіне қарай жүріп кетті. Сол күні олар қайта келмеді. Кешке көршісі Райхан Сейітқызы Нұртаева тұз сұраған болып кірді. Бірақ оның үйінде тұз бар екенін Күләш анық білетін. Райхан кіреберістегі орындыққа жайғасып, айналасына көз жүгіртті де турасын айтты. Күләш, бекер бас тарттың. Оларға 3,5 миллион беріпті. Қазіргі бағаммен бұл шамамен 20 миллион 750 мың теңге. Естідің бе? Естідім, бұл деген ақша ғой, кәдімгідей ақша. Мына бақшамен қайда жетпексің? Күләш үндемеді. Ол банкалардың әйнегін сүртіп тұздауға дайындап отырған.
Қолдары үйреншікті қимылмен асықпай қозғалды. Мен сенің орныңда болсам, көп ойланбас едім деп жалғастырды Райхан. Балаларың алыста. Өзің жалғызсың. Ақшаны алып, қаладағы бір бөлмелі үйге көшіп Айдананың қасында тұрар едің. Айдана мені шақырған жоқ деді, Күләш шақырар еді. Күләш үстелге бір банканы қойып келесісін алды. Мен бұл жерден ешқайда кетпеймін. Райхан тағы біраз отырды да, жай ғана көрсету үшін бір шым тұз алып кетіп қалды. Оның жүзінде өзіне мүлде дұрыс емес нәрсе істеп отырған адамға қарайтын ерекше кейіп бар еді. Бірақ ондай адамға енді түсіндірудің мәні жоқ екенін де сезетін. Шілденің соңына қарай бәрі жерін сатып кетті. Қарсы беттегі Зәмзагүл апа да құжаттарға қол қойды. Оның үйі Күләштің үйінен 1,5 есе ескі болса да, бақшасы баяғыда арам шөп басып кеткен еді. Оған басқалардан аздау ақша берілген десетін, бірақ ол тез келісті. Аяғы ауыратын, емделуге ақша керек болатын. Күләш оның қалада тұратын қызының құжаттарын реттеуге көмектесуге келгенін көрген. Екеуі кіреберісте отырып сөйлесті. Кейін қызы кетіп қалды. Зәмзагүл апа біраз уақыт қоршаудың жанында тұрып, қызының соңынан қарап тұрды. Көрші көшеде де үйлердің көбі сатылып кетті. Қандай да бір құрылыс салынатынын айтты. Нақты не салынатынын ешкім анық білмеді. Біреулер зауыт десе, енді біреулер қойма деді. Тағы біреулер қала тұрғындарына арналған коттедждер болады деп жорамалдады. Күләш сұрамады. Ол картобын түптеп, ешкілеріне су беріп, қорадағы шірген тақтайды жөндеп, күн сайын істейтін шаруасын жасай берді. Түнде кейде ұйқысы қашатын. Терезенің ар жағындағы кәрі теректің сықырлағанын тыңдап жатып, ақша туралы ойлайтын емес. Ақша оны мазаламайтын. Оның өзі де бұрыннан көп болмаған. Ол басқа нәрсе жайында ойлайтын. Бұл жердің жай ғана жер емес екенін ойлайтын. Бұл бекен салған үй тұрған жер. Әкесі мен шешесі ауылдың зиратында 200 қадамдай жерде жерленген. Қоршауды өз қолымен орнатқан, пияз еккен, балаларын осы жерде өсірген. Мұның бәрін сату деген, кету деген сөз. Ал кететін жері қайда? Тамызда әлгі адамдар тағы келді. Бұл жолы үлкен кісі жоқ, папка ұстаған жас жігіт жалғыз келді. Күләш бақшадағы арам шөптерді жұлып жатқан. Қақпаның сықырлағанын естіп артына қарады. Сәлеметсіз бе деді ол. Сол мәселе бойынша келіп тұрмын. Сома көбейді ме? Жоқ деді Күләш тізесінен тұрмастан. Сіз түсініңіз, мұнда өте ықпалды адамдар бар. Олар бүкіл көшені алғысы келеді. Сіздің жеріңіз ең соңғысы. Түсіндім, егер түпкілікті бас тартсаңыз, қиындықтар туындауы мүмкін. Күләш баяу орнынан тұрды да оған қарады. Жас жігіт көзін тайдырмады. Бойы сәл жиырылғандай болды. Маған қоқан лоқы жасап тұрсың ба? Деп сұрады Күләш сабырлы үнмен. Жоқ, ескертіп тұрмын. Екеуінің айырмасы шамалы. Кетіңіз, ол кетіп қалды. Күләш қайтадан бақшасына оралды. Қолдары сәл дірілдеді. Мұны өзі сезді, бірақ білдірмеуге тырысты. Оның қорқып тұрғанын көрсететін ешкімі жоқ еді. Қыркүйек алғашқы салқынмен тыныштықты ала келді. Көліктер келуін тоқтатты. Ауылға жоба әзірге тоқтатылды деген сыбыс тарады. Рұқсат қағаздарына қатысты бір мәселе бар екен. Біреулер жердің қорғалатын аймаққа кіріп кеткенін айтты, енді біреулер инвесторлардың ақшасы таусылғанын айтты. Райхан тағы кірді. Бұл жолы тұз сұрауға сылтау іздеген жоқ. Міне деді ол орындыққа отырып. Құрылыс болмайтын көрінеді, демек ақшада болмайды. Жерін сатқан адамдар енді не болады? Түсінбеймін. Күләш оның алдына бір кесе шай қойды. Олар ақшасын алды деді ол. Ақшалары бар, бірақ жерлері жоқ. Жоқ, екеуі үнсіз қалды. Райхан қолын кесеге жылтып отырды. Терезенің сыртында жел қаңырап бос қалған бақшаның арасымен жапырақтарды айдап жүрді. Ол енді бұрынғы бақша емес, өзгенің жері еді. Ал сен сатпағанына қуанасың ба? Деп сұрады Райхан. Күләш ойланып қалды. Қуанбаймын да, қуанамын да деп айта алмаймын. Мен жай ғана үйде қалдым. Райхан шайын ішіп бітіріп, орнынан тұрды да күртесін түзеді. Сен қашанда қырсық болатынсың, Күләш Сапарқызы деді ол кінә артпай. Бастапқыдан ақ.
Мұны қырсықтық деп атайды екен, деді Күләш. Райхан кетіп қалды. Сыртта есік сықырлап, артынан қақпа жабылды. Күләш кеселерді жинап, қолын жуды да кіре беріске шықты. Аспан сұр, ауыр еді. Терек теңселіп тұрды. Ешкілері қоршаудың жанында тұрып, оған қарап тұрды. Ол біраз тұрып, далаға көз салды. Бәрі бұрынғыдай еді, ешқайда жоғалмаған. Сосын үйге кіріп, есікті жапты. Қазан айы ескертусіз-ақ жетіп келді. Қыркүйектің соңында әлі де жылы, ашық күндер болып, ауада шіріген жапырақ пен кеш піскен алманың иісі сезілген. Бірақ бір түнде бәрі өзгерді. Таңертең жер қатып қалған. Шалшықтардың бетіне жұқа мұз түскен. Ешкілер қораның алдында суыққа шыққысы келмей, ренжіңдей болып тұрды. Күләш әдеттегідей таң атпай тұрып, пеш жақты, шәйнек қойды. Үстіне жылы күпәй келіп, аулаға шықты. Ол кіреберісте тұрып, тыныштықты тыңдады. Мұндай уақытта ауыл мүлде бос болатын. Адам дауысы жоқ, көлік те жоқ, тек қарға қарқылдайды. Көшенің арғы басындағы иттің алыстан үргені ғана естіледі. Ол көрші үйлерге қарады. Қасындағы үйлердің бірі қараңғы тұрды. Терезелері тақтаймен айқастыра шегеленген. Бақшасы бос. Қоршаудың бойына арамшөп қаулап кеткен. Қарсы беттегі Зәмзагүл апаның үйі де жабық. Терезе қақпақтары ескі, қисайған. Біреуі жалғыз шегеге ілініп, желмен сәл тарсылдайды. Жаз бойы көше жартысына жуық қаңырап қалған еді. Күләш бұған ерекше сезім білдірмеді. Әйтеуір өзі солай ойлады. Біраз қарап тұрды да, үйге кіріп шай құйып терезе алдына отырды. Қазан айында қызы Айдана телефон соқты. Ол сирек хабарласатын, әдетте жексенбі күндері қоңырау шалатын, және әңгімелері қысқа болатын. Қалайсың? Денсаулығың жақсы ма? Бәрі дұрыс па? Жарайды. Бірақ бұл жолы ол аптаның ортасында күндіз қоңырау шалды. Дауысы әдеттегідей емес, алаңдамаса да бір түрлі ширыққан еді. Анашым, жер сатып алу туралы бірдеңе болғанын естідім. Өзің қалайсың? Жақсымын, деді Күләш. Саған жеріңді сатып алуды ұсынды ма? Ұсынды, сосын. Бас тарттым. Айдана біраз үнсіз қалды. Анашым, неге? Ол жерде жақсы ақша беріпті ғой. Жақсы ақша еді. Сонда да бас тарттың ба? Бас тарттым. Айдана үнсіз қалды. Күләш оның қаладағы үйінде бір нәрселерді орнынан жылжытып жүргенін естіді. Ыдыстың немесе кілттердің сылдырлағаны сияқты нақты түсінбеді. Сен ол жерде жалғызсың ғой, деді Айдана қыз жақындап қалды. Бұл үйді не істейсің? Осы жылдардың бәрінде не істесем, соны істеймін. Пеш жағамын, ешкілерге қараймын, тамақ пісіремін. Анашым, не? Анашым, жалғызсырап жүрмейсің бе? Күләш үндемей қалды. Жалғызсырау аздық етеді, деді ол ақыры. Бірақ үйреніп кеттім. Бізге ең болмаса бір айға кел. Қыста ешкілерге қарайтын адам болмайды. Ешкілерді сатсаңдаршы, Айдана, маған қажет емес. Айдана күрсінді де, әдеттегідей жексенбіде қайта хабарласатынын айтып қоштасты. Күләш телефонды орнына қойып терезеге ұзақ қарап отырды. Бос аулаға, тақтаймен шегеленген терезелерге, енді бөтен үйдің мұржасында отырған қарға қарады. Қарашада алғашқы түсініксіз жағдай болды. Күләш зираттан қайтып келе жатқан. Қабірлерді тазалап, қоршауды түзетіп жүрген еді. Жол көшенің аяғымен, оның жері егістікпен шектесетін тұстан өтетін. Ол күрегі мен ескі шелегін көтеріп асықпай келе жатқанда бір көлікті көрді. Көлік егістіктің шетінде тұр екен. Жазда келген көлік емес, қою көк түсті, бейтаныс көлік. Екі ер адам далада бір нәрсені өлшеп жүрді. Бірі үш аяқты аспап ұстап, екіншісі өлшеу таспасын тартып жүрді. Күләш тоқтады. Ер адамдардың бірі оны көріп сыпайы басын изеді. Күләш те басын изеп әрі қарай жүріп кетті. Үй келген соң күрегін қораға қойып қолын жуды. Терезеден қараса, көлік тағы бір сағаттай тұрды да кейін кетіп қалды. Келесі күні ол көршісі Талғат Бейсенұлы Қасымовқа кірді. Ол көшенің осы шетіндегі жерін сатпаған жалғыз ер адам еді. Бірақ оның сатпау себебі басқа болатын. Жері ағасымен ұзақ уақыттан бері даулы болып, ешқандай құжатты рәсімдеу мүмкін болмай жүрген. Талғат көп сөйлемейтін, қабағы қатулы, белі ауыратын, бірақ ойы сергек адам еді.
Кеше егістікті өлшеп жүрді деді Күләш. Көрдім деді Талғат. Мен де бақыладым. Қалай ойлайсың, не үшін? Талғат желкесін қасып қойды. Білмеймін, солар болуы мүмкін, басқалар да болуы мүмкін. Бұл жер бұрын ұжымшардың егістігі еді, кейін иесіз қалды. Біреу қолға алып жатқан сияқты. Ал біздің жерлердің ішіндегі ең шеткісі сенікі. Егер егістікті алып қойса, сен олардың жерінің дәл қоршауының түбінде қаласың. Күләш мұны өзі де түсініп тұрған. Сол үшін келген еді. Бұл нені білдіреді? Деп сұрады ол. Жақсылықтың белгісі емес деді Талғат, бірақ өлімді емес. Жерің өзіндікі. Ол жөтеліп темекісін тұтатып терезеге теріс қарады. Әңгіме осымен аяқталды. Қыс қарашаның соңында келіп бірден қалың қар жаудырды. Күләш жолдарды тазалап, ешкілерін тамақтандырып пеш жақты. Өмір бұрынғы қалпымен тыныш, оқиғасыз, сәл ғана бір сарынды. Бірақ ауыр емес күйде жалғаса берді. Жалғыздыққа ол баяғыда Бекеннің көзі тірісінде-ақ үйренген. Бекен ұзақ уақыт жұмыссыз деп сапарлап келетін, ал Күләш тыныштықтан қорықпай, жалғыз өмір сүруді білетін. Бірақ сол қыстағы тыныштықтың сипаты бөлек еді. Көше өлі тыныштыққа түскендей болды. 20 үйдің тек 9-ы ғана тұрды. Оның өзінде бәрі бірдей тұрақты тұра бермейтін. Зәмзагүл апа жоспарлағандай қызының үйіне қалаға көшіп кетті. Қасындағы көршілердің 2 отбасы аудан орталығына барып пәтер жалдады. Райхан болса қалды, бірақ ол да көктем шыға әкесінің үйіне кетуі мүмкін екенін айтатын. Кешкісін Күләш кітап оқитын. Оның сарғайған беттері бар, әлденеше рет оқылған ескі кітаптарға толы бір сөресі болатын. Ол кітаптарды қайта-қайта оқыса да жалықпайтын. Бұрыннан таныс мәтіндерде адамды жұбататын бір қасиет бар еді. Әр бұрылысын білетін таныс жол секілді. Кейде ол ақша туралы ойлайтын. Өкінішпен емес, жай ғана болған жағдай ретінде. Жерін сатқан адамдар қомақты ақша алған. Қасындағы 2 отбасы бірігіп үй алуға жететіндей қаражат алып, артығын да сақтап қалған. Райхан азырақ алған, бірақ ол да аз ақша емес еді. Күләш іштей есептеп көретін. Оның егістікке шығатын бұрыштағы жері де көршілердікі сияқты бағаланар еді. Мүмкін, сәл азырақ болар. Бірақ сонда ол не істейді? Айдананың немесе үлкен ұлы Қайраттың үйінен бөлме жалдап, өз балаларының үйінде қонақ болып өмір сүреді. Ешкімге кедергі келтірмей жүреді, қоңырау күтеді, терезеден өзіне бөтен ауланы көреді, ештеңе екпейді, ешқайда бармай. Осыны ойлағанда оның іші біртүрлі қысылатын. Бұл қорқынышта, өкініште емес, одан әлдеқайда терең бір сезім еді. Өзіңнің енді жоқ екеніңді елестеткендей болатын. Ал мұндай сезім өмірмен үйлеспейді. Жоқ, ол дұрыс шешім қабылдады. Ақпанда үлкен емес, бірақ көңілге алаң салатын бір жағдай болды. Күләш түнде біреудің қақпаны ашып, аулаға кіргенін анықтады. Қардағы іздер анық көрініп тұрды. 2 адам жүрген. Аяқтарынан ауыр екені, табаны ірі аяқ киім кигені байқалды. Олар үйді айналып шыққан. Әр терезенің астында іздері бар. Сосын сол қақпа арқылы қайта шығып кеткен. Ештеңеге тимеген, ештеңені сындырмаған, жай ғана айналып шығып кеткен. Күләш аулада тұрып іздерге қарады. Жүрегі бір қалыпты соғып тұрды. Мұндай кезде жүрегіне ерік бермеуге өзін бұрыннан үйреткен. Кейін сол іздердің бойымен өзі жүріп өтіп терезелерді, қораны, жертөлені тексерді. Бәрі орнында. Талғатқа бармады. Қарт адамды бекер қорқытудың қажеті жоқ. Бірақ сол күннен бастап қақпаны құлыптап, ұйықтар алдында ілмектерін қайта-қайта тексеретін болды. Айданаға да, ұлдарына да айтпады. Жасырып қалғандықтан емес, олардың алыстағы қалаларынан не істей алатынын көрмеді. Бәрін өзі шешетін. Ол әрдайым өзі шешетін. Наурызда үлкен ұлы Қайрат қоңырау шалды. Ол Айданадан да сирек хабарласатын, бірақ хабарласса әңгімесі нақты, артық сөзсіз болатын. Анашым, сендер жақта біреуге жер керек болыпты деп естідім. Иә, керек болды. Сен сатпадың ба? Сатпадым, дұрыс дегенсің, деді ол қысқа ғана. Күләш таңғалды. Неге дұрыс? Өйткені олар нағыз алаяқтар екен. Мен анықтап білдім.
Үш ауданда осылай істепті, жерді сатып алады, қайта рәсімдейді, кейін құрылыс салу үшін бірнеше есе қымбатқа қайта сатады, немесе мүлде тастап, ізім ғайым жоғалады. Сатқан адамдар кейін ақша қайда, құжат қайда, жер неге қайтадан дау болып тіркелді деп соңынан жүгіріп жүр. Әзірге мұнда тыныш деді Күләш, әзірге, бірақ сен сатпадың, солай қала бер. Не айтса да сатпа. Күләш біраз үнсіз отырды. Қайрат, сен көптен бері келген жоқсың. Білемін, анашым. Жазда барамын. Жарайды, өзің қалайсың? Жақсымын, жақсы, жақсы. Ол тағы жұмыс, балалар туралы бірдеңе айтты. Күләш тыңдап жауап берді. Бірақ ең маңыздысы әлде қашан айтылған еді. Алаяқтар, үш аудан, даулар. Демек, өткен жазда жас жігіт ақша көбейтеміз деп қиындық болады деп айтқанда, Күләштің ішкі түйсігі алдамаған. Бұл тәртіпті адамның ескертуі емес еді. Бұл қысым болатын. Ол телефонды қойып біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын орнынан тұрып күпәйкесін киіп ешкілеріне жем беруге шықты. Сәуір жылымықпен жаңа бір нәрсенің алғашқы белгілерін алып келді. Ауылға тағы бір сыбыс тарады, бұл жолы басқа жаңалық. Күзде өлшенген егістікті сатып алыпты дейді. Үйдерді сатып жүргендер емес, басқа адамдар екен. Олар қоймада, зауытта емес, үлкен фермерлік шаруашылық салмақшы көрінеді. Техникасы болады, жалдамалы жұмысшылары болады. Сыбыс нақты емес еді, ауылдағы барлық өсек сияқты, бірақ шындыққа жанасатын бірдеңесі бар болатын. Сәуірдің басында егістікпен трактор жүріп өтті, артынша екіншісі келді. Біреулер жер жыртып жатты. Күләш қоршаудың ар жағынан қарап тұрды. Егер егістікті жыртып тастаса, қасындағы жерде өзгеше болады. Жақсы да емес, жаман да емес, тек өзгеше. Айнала сәл шулы, тіршілігі қызу болуы мүмкін. Жанында бөтен адамдар жүретін болады, бірақ жері өзінікі болып қалады. Ол үйге кіріп картоп пісіруге қойды, ескі темір банкадан тұқымдарын шығарып үстелге жайды. Жақында егу керек. Жер еңбек күтеді, ал Күләш күте білетін. Сабырмен үнсіз, еш кінә артпастан. Ол тұқымдарын сұрыптап отырып, жазға әлі біраз уақыт бар екенін ойлады. Бірақ жаз міндетті түрде келеді. Ұзақ түннен кейінгі таң секілді, жыл сайын қайталанып келеді. Ал Қайрат та келемін деп уәде берген. Мамыр жауымен басталды. Жаңбыр ұзақ, майда жауып, жер арасында құрғап үлгермеді. Күләш күтті. Ол ауа райын күте білетін. Бұл адам тек жылдар өте келе үйренетін қасиет. Жерді асықтырудың пайдасы жоқ екенін түсінгенде ғана бойға сіңетін дағды. Алғашқы құрғақ күндері ол күрегін алып бақшаға шықты. Бақша сәкесінің кезінде жасағандай етіп бөлінген. Ұзын әрі түзу жүйектер, арасында тар жолдар, артық ештеңе жоқ. Жердің әр түйірі пайдаланылатын. Картоп арғы шетте, пияз бен сарымсақ жақынырақ, ал қияр мен қызанақ егілетін жүйектер қораның күн көбірек түсетін оңтүстік қабырғасына жақын орналасқан. Ол асықпай қазды. Арқасы ауырғанын сездірді. Биыл оның жасы 67-ге келді. Денесі бұрынғыдай аяқ астынан жасалған қимылды кешірмейтін. Бірақ ол өзіне ыңғай тауып алған. Аз-аздан үзіліс жасап жұмыс істейтін. Аударылған шелекке отырып аспанға қарайтында қайта тұрып жұмысын жалғастыратын. Осындай бір үзілісте ол көршісін көрді. Талғат Бейсенұлы өз қоршауының жанында тұрып, егістікке қарап тұр екен. Далада тағы трактор жұмыс істеп жүр. Ол ескі шекараның бойымен бірдеңені сүйреп келе жатты. Тағы жыртып жатыр деді Талғат артына қарамастан. Көріп тұрмын деді Күләш, дәнді дақыл немесе мал азығын егеді дейді. Нақты білмеймін. Күләш екі жердің арасындағы қоршауға жақындады. Тақтайлары ескі, кеуіп кеткен. Саңлауларынан кең әрі қара түсті, жаңа ғана жыртылған егістік көрінді. Ол орманға дейін созылып жатты. Қайрат жазда келгендер алаяқтар деді Күләш, алаяқтар деп басын изеді Талғат. Көрші көшедегі жамалдар әлдекімдермен дауласып жүр. Ақшаларын алған, бірақ құжаттары дұрыс рәсімделмеген. Жер кеткен сияқты, бірақ толық кеткен деуге келмейді. Шекарасын өлшеу кезінде бірдеңені шатастырып жіберген. Күләш үнсіз қалды. Демек, сен сол кезде дұрыс шешім қабылдапсың деді Талғат жай ғана, ешқандай ерекше сезімсіз, факт ретінде. Күләш жауап бермеді.
Күрегін алып қайтадан жүйектеріне қарай жүрді. Мамырдың ортасында Айдана келді. 2 күн бұрын телефон шалып, сенбі күні 2 күнге келетінін айтқан. Күләш қызының келуіне орай үйді жинап, алыс бөлмедегі төсек орындарды ауыстырып, борщ пісірді. Айдана автобуспен келді. Күйеуінде балаларын да ертпеген. Қолында шағын ғана сөмкесі бар. Дүкеннің қасындағы аялдамадан түсіп, ауылдың ішін жаяу кесіп өтті. Күләш терезеден қызының бос қалған үйлерге қарап, қаладағы аяқ киіммен асықпай келе жатқанын бақылап отырды. Құдайым-ау, деді Айдана табалдырықтан аттай бере. Мұнда қаншама үй жабық тұр. Ауылдың жартысы көшіп кетті, деді Күләш, ал сен мұнда жалғызсың. Талғат бар ма? Райхан бар әзірге. Айдана үйге кіріп жан-жағына қарады. Үй тап-таза еді, бірақ көзге көрсету үшін жасалған жасанды тазалық емес. Онда ұзақ әрі ұқыпты өмір сүретін адамның үйіндегі табиғи тазалық болатын. Ақ перделер, боялған еден, көктемде әктелген пеш. Мұнда жақсы екен, деді Айдана, оның даусында Күләш жақсы білетін бір реңк бар еді. Адам жақсы дегенімен ішінде бірақ деп тұрғандай. Екеуі тамақ ішуге отырды. Айдана қыз денсаулық, ешкілер туралы сұрады. Күләш қысқа ғана жауап берді. Бұл тұйықтық емес еді, қыз туралы ұсақ-түйек маңызды емес болатын. Пеш жағылды, денсаулығы жаман емес, ешкілер сүт беріп тұр. Анашым, мен сенімен сөйлескім келген, деді Айдана тамақтан кейін. Екеуі шай ішіп отырды. Терезеден мамырдың күн сәулесі түсіп тұрды. Айта бер. Санжар екеуміз ойласып жүрміз. Айдана кесесін үстелге қойды. Жалпы біз сені өзімізге көшіп келуге шақырғымыз келеді. Бір жола, бізде кең жеке бөлме бар. Сен бізге кедергі болмайсың. Балалар сені жақсы көреді, мен де тыныш болар едім. Күләш қызын тыңдап оған қарап отырды. Ал үйше, деді ол. Әзірге жауып қоямыз, немесе біреуге жалға береміз. Ал бақша ше? Айдана біраз үнсіз қалды. Анашым, бақшаның не керегі бар? Саған 67 жас болды ғой, деді Күләш сабырлы түрде. Жасымның қанша екенін білемін. Міне, сондықтан айтып отырмын. Қыста мұнда жалғызсың. Бірдеңе бола қалса, жедел жәрдемде жетіп үлгермейді. Фельдшер Күлшат бар. 2 үй арыда. Күлшаттың өзі 72-де. Күләш ақырын жымиып қойды. Айдана, деді ол. Мен сені түсініп отырмын. Сен алаңдайсың. Бұл жақсы. Бірақ мен ешқайда көшпеймін. Неге? Өйткені бұл менің үйім. Үй деген жай ғана үй емес пе? Ағаш пен кірпіштен тұрады ғой. Жоқ, деді Күләш, бұл жай ғана ағаш пен кірпіш емес. Айдана анасына қарады. Күләш терезеден алма ағаштарына, бақшаға, қоршаудың ар жағындағы егістікке қарап отырды. Мұнда әкеңнің ізі бар, деді Күләш, мұнда сенің атаң мен әжеңнің ғұмыры бар. Мұнда сен де, Қайрат та, Арман да өстіңдер. Мұнда мен қолыммен таныған жер бар. Айдана үндемеді. Егер мен бұл жерден кетсем, өмірден де кетемін, деді Күләш қарапайым ғана, ешқандай әсірелеусіз. Бірден емес, бірақ біртіндеп кетемін. Қызы оған не дерін білмеді. Кесесін алып бір жұтым шай ішті де үстелге қарады. Терезенің сыртында бір құс сайрап отырды. Күләш оның қандай құс екенін білді, бірақ дауыстап айтпады. Келесі күні екеуі бірге жұмыс істеді. Күләштің таңғалғаны Айдана бақшаға шығудан тартпады. Ескі жұмыс киімін киіп, қоймадан резеңке етігін өзі тауып алып, анасының соңынан бақшаға шықты. Екеуі картоп отырғызды. Айдана шұңқыр қазды, Күләш түйнекті салды да топырақпен жапты. Екеуі үнсіз, бір қалыпты жұмыс істеді. Арасында ғана қысқа сөздер айтылды. Бір кезде Айдана белін жазып, маңдайындағы терін сүртті. Бұлай жұмыс істемегелі көп болды, деді ол. Көрініп тұр, деді Күләш мысқылсыз. Бала кезімде бақшаны жек көретінмін. Есімде, ал қазір білмеймін. Қалыпты екен. Күләш жауап бермей, жұмысын жалғастырды. Түскі уақытқа қарай картоп түгел отырғызылды. Екеуі кіреберісте отырып, нан мен қазы жеп шөмішпен су ішті. Айдана жаңа ғана көмілген қатарларға қарап отырды.
Күзде картоп алуға келемін деді ол тағы бір рет. Келесің бе? Жақсы деді Күләш, балалар қуанады. Әлихан үнемі саяжайға барғысы келеді, ал бізде саяжай жоқ. Бұл саяжай емес. Білемін, одан жақсы. Күләш қызына қарады. Айдана егістікке қарап отырды. Оның жүзінде Күләш мамыр айында картоп отырғызған кезде көрген, көп жылдан бері байқамаған бір сезім бар еді. Алаңдауда емес, қаладағы шаршауда емес, бір нәрсені көп жыл бойы ұмытып кеткен адам енді соны қайта есіне түсіргендей тыныш әрі аздап таңданыс бар. Жексенбіде Айдана қайтып кетті. Автобус аялдамасында екеуі бірнеше минут қатар тұрып көп сөйлемеді. Күләш қолында былтырғы таңқурай тосабы салынған бір банка ұстап тұрды. Айдана сөмкесін ұстады. Бірдеңе болса, маған хабарлас деді Айдана. Хабарласамын, уәде етесің бе? Уәде етемін. Автобус дәл уақытында келді. Бұл жақ үшін сирек кездесетін жағдай. Айдана анасын тез әрі қатты құшақтап автобусқа кірді де артына қарамады. Күләш мұны жақсы білетін. Қызы бала кезінен бері кетіп бара жатып артына қарамайтын. Бұл немқұрайлылық емес, оның мінезі сонда еді. Автобус кетіп қалды. Күләш біраз тұрып үйіне қайтты. Маусым айында күтпеген жағдай болды. Талғат Бейсенұлының жер дауына байланысты ағасы келді. Олар 8 жылдан астам уақыт бойы көріспеген екен. Күләш екеуінің аулада тұрып сөйлескенін көрді. Дауыстары бәсең, әңгімелері салмақты, қимылдары жоқ. Кейін үйге кірді. Келесі күні Талғаттың өзі Күләшке кірді. Бұл әдеттен тыс еді. Ол әдетте себепсіз үйден шықпайтын. Күләш Сапар қызы деді ол кіреберістегі орындыққа отырып. Болат екеуміз келісіп алдық. Жерді жақсылап бөліп аламыз. Ол арғы шетін алады, мен жолға жақын бөлігін қалдырамын. Жақсы деді Күләш, демек, екеуің де қаласыңдар. Болат қалмайды. Оған ақша керек. Өз үлесін сатады. Ал мен қаламын. Мен қайда барамын? Ол үндемей алақандарын сипады. Осы үшін 8 жыл сөйлеспедік. Міне деді Күләш, кейде солай болады. Ақымақтық қой. Кейде ақымақтық та болады. Талғат басын изеп біраз отырды да Күләштің бақшасына тағы қарады. Картоп жақсы көктепті деді ол. Иә, жақсы. Менікі нашарлау. Ана жақтың жері сула. Күлмен араластыр. Пайдасы тиеді. Ол тағы басын изеді. Маңызды ақпарат естігендей байыппен басын шайқап сыртқа шықты. Маусымның ортасында егістікке жаңа техника келе бастады. Енді мұның жай ғана жер жырту емес екені анық көрінді. Ол жерде шын мәнінде шаруашылық құрылып жатты. Алыс шетінде уақытша құрылыстар пайда болды. Бірнеше адам келді. Жас жұмысшылар таңертең шулап, кешке бір жаққа жоғалып кететін. Бір күні солардың бірі Күләштің қоршауына жақындады. Үйдің иесі деді ол. Мұнда суды қайдан алуға болады? Біздің су таситын көлігіміз әлі келген жоқ. Күләш оған қарады. Жасы 30-дар шамасындағы, жұмыс киіміндегі жел қаққан жігіт екен. 2 үйден кейін құдық бар деді Күләш, мен рұқсат берді деп айта бер. Рахмет деді жігіт. Сіз мұнда жалғыз тұрасыз ба? Неге жалғыз? Деді Күләш, 2 ешкі бар. Жігіт күліп қойып құдыққа қарай кетті. Осыдан кейін жұмысшылар кейде су алуға, қоқысты қайда тастау керегін сұрауға, егістіктің шекарасын білуге кіріп жүрді. Күләш артық сөзсіз жауап беретін. Қуып жібермейтін, бірақ үйіне кіргізбейтін. Арадағы қашықтық жаулықтан емес, өзара дұрыс шекарадан еді. Талғат қоршауының ар жағынан мұны бақылап жүрді. Оның жүзінде мақұлдаған адамның кейпі бар, бірақ ол мұны сөзбен айтпайтын. Маусымның соңында Қайрат телефон соқты. Анашым, шілдеде 10 күнге Дияр екеуміз барамын. Дияр оның кіші ұлы, Күләштің 13 жастағы немересі еді. Күләш оны соңғы рет 3 жыл бұрын көрген, бірақ жақсы есінде сақтаған. Көп сөйлемейтін. Келіңдер деді Күләш, өзің қалайсың? Көктем жақсы өтті ме? Жақсы, картоп көктеді, бақшада дұрыс. Көршілер ше? Талғат қалды. Ағасы келіп татуласыпты. Ал егістікте кімдер жүр? Қандай да бір фермерлер жер жыртып жүр. Салмақты адамдар ма?
Білмеймін, жұмыс істеп жүр. Қайрат біраз үнсіз қалды. Анашым, бір нәрсе сұрайын. Жердің құжаттары дұрыс па? Дұрыс, папкада тұр. Өзің сол папкаға жинағансың. Мен барған кезде бір қарап шығамын. Не боларын кім білсін? Қайрат, өзіңді бекер қорқытпа. Қорқытпаймын, қауіптің алдын алғанды өзің де білесің ғой. Әңгімеден кейін Күләш сандықтан құжат салынған папканы алды. Үйдің, жердің құжаттары, куәлік бәрі орында еді. 4 жыл бұрын Қайрат қалай реттеп қойған болса, дәл солай тұр. Ол құжаттарды тағы бір қарап шығып, ештеңенің жоғалмағанына көз жеткізді де қайтадан орнына салды. Сосын кіреберіске шықты. Кеш тыныш әрі жылы еді. Егістіктің үстінде жеңіл тұман тұрды. Алыстан көкек үні естілді. Ол асықпай бір ырғақпен шақырып, әлдекімнің жылдарын санап тұрғандай. Күләш тыңдап отырып, болашақты болжауға тырыспады. Ол баяғыда болашақты алдын ала болжап отыруды қойған. Бұл жастықпен бірге кететін балалық әдет еді. Оның орнына басқа нәрсе қалған. Қорқыныш та емес, немқұрайлылық та емес, адам өзіне тиесілі жерде өмір сүріп, қолынан келетін істі жасап жүргенін білетін қарапайым, бірақ терең түсініп. Көкек үні де тынды. Егістікте бір көліктің есігі тарс жабылды. Ешкілері қорада ұйқылы ояу қозғалды. Күләш кіреберісте отырып, ешқайда асықпады. Қайрат шілденің алғашқы күндерінде уәде еткендей Диярмен бірге келді. Автобус кешке жетті. Күләш аялдамада күтіп тұрды. Ескі қайынның түбінде сәл шеткері тұрып, алға шықпады. Екеуін бірден көрді. Қайрат ірі денелі, сәл еңкіштеу, иығында жол сөмкесі бар. Дияр 3 жыл ішінде бой созып әкесіне ұқсап қалыпты, тек беті жұқалау әрі сабырлы еді. Анашым, деді Қайрат оны құшақтап. Әдеттегіден 1 секунд ұзақ құшақтады. Дияр амандасып, үлкен адам секілді қолын ұсынды. Күләш қолын қысып, немересіне мұқият қарады. Бала көзін тайдырмай, әжесінің көзіне тіке қарады. Өсіп қалыпсың, деді Күләш, біраз, деді ол. Олар үйге қарай жүрді. Қайрат сөмкесін көтеріп көшеге, тақтаймен шегеленген үйлерге, бос қалған бақшаларға, қисайған қоршауларға қарап келе жатты. Мұның бәрі осылай өзгергенін маған айтпадың ғой, деді ол. Айттым, деді Күләш, бірақ көзбен көргендей түсінбедің. Күләш үндемеді. Бұған тағы не қосар еді? Алғашқы 2 күн Қайрат шын мәнінде демалды. Ештеңе істемей, ұзақ ұйықтады, кіреберісте шай ішіп отырды, ескі газеттерді оқыды. Дияр аулада, кейін бақшада жүрді. Сосын ешкілерге көмектесуге өзі сұранып, күтпеген жерден өте шыдамды болып шықты. Не айтса, соны істейтін, асықпайтын, еркелемейтін. 3-ші күні Қайрат құжат салынған папканы шығарды. Екеуі үстел басында отырды. Араларында Күләш пен қағаздар жатты. Қайрат баяу оқып, кейде қабағын түйіп, кейде бөлек параққа қарындашпен белгі қойды. Мынау, деді ол ақыры құжаттардың бірін көрсетіп. Жердің шекаралық жоспары. 18 жыл бұрын жасалған. Сосын оны жаңарту керек. Заңдар өзгерді. Талаптар да басқа. Егер біреу шекараға дау келтіргісі келсе, мына құжатпен жеріңді қорғау қиын болады. Күләш қағазға қарады. Қарапайым ғана парақ, сызба, сандар. Ол мұндай нәрселерге бұрын көп мән бермеген. Қымбат па? Арзан емес. Бірақ өзім көмектесемін. Жер өлшейтін маман тауып, шақырып қайта рәсімдеу керек. Қазір оның не қажеті бар? Қайрат қарындашын қойып анасына қарады. Анашым, қасында егістік жатыр. Біреулер оны сатып алды, жер жыртып, құрылыс жүргізіп жатыр. Айналада адам аз, көпшілігі көшіп кеткен. Егер сенің жеріңнің шекарасы құжатта анық көрсетілмесе, ертең біреу келіп, біздегі карта басқаша деп шығуы мүмкін. Күләш бірден емес, толық түсінбесе де, оның айтқанның мәнін ұқты. Жасай бер, деді ол. Қайрат басын изеп, құжаттарды ұқыпты түрде қайта папкаға салды. Ертең хабарласамын. Бұл ауданда жер өлшейтін мамандар болуы керек. Табамыз. Жер өлшейтін маман 4 күннен кейін келді. 40 шамасындағы арықтау ер адам, қолында аспабы, қасында 2 көмекшісі бар. Олар ұзақ жұмыс істеді. Жердің шекарасын айналып жүріп, қазықтар қақты, өлшеді, бір-бірімен сөйлесті.
Күләш кіреберістен бақылап отырды. Дияр оның жанында үнсіз тұрды. Әже, бұл не үшін? Деп сұрады ол ақырын. Жеріміз өзімізде қалу үшін, деді Күләш. Біреу тартып алғысы келеме? Білмеймін, бірақ оның өзіміздік екенін білсін. Дияр басын изеді. Үлкен адам секілді байыппен қабылдады. Жер өлшейтін маман жұмыстың соңында Қайратқа келіп картаға көрсетіп ұзақ түсіндірді. Қайрат сұрақ қойып қайта-қайта нақтылап отырды. Кейін екеуі қол алысып маман кетіп қалды. Не деді? Деп сұрады Күләш. Бәрі дұрыс, деді Қайрат. Шекаралар сәйкес келеді, ешкім жерге кірмеген. Бірақ қазіргі талаптарға сай қайта рәсімдейміз. 1 ай немесе 1,5 айдан кейін дайын болады. Қымбатқа түсті. Оны ойлама, Қайрат, анашым, ойлама. Мұны әлдеқашан жасау керек еді. Күләш қарсы болған жоқ. Шілденің ортасында Күләштің Қайратқа айтпаған бір нәрсесі анықталды. Ол мұны кездейсоқ байқады. Таңертең ерте жаңбыр қызанақтарын бүлдіріп кеткен жоқ па екен деп тексеруге шыққан. Сонда қоршауының егістік жағынан жаңа қазықтар қағылғанын көрді. Өзінік емес, бөтен, бұрын көрмеген қазықтар. Үстінде кішкентай сары жалаушалары бар. Күләш қоршауды сыртынан айналып шықты. Қазықтар оның жер шекарасымен сәйкес келмейді. Олар ішке қарай 1,5 метр шамасында ығысқан. Сөйтіп оның жерінің бойындағы жіңішке жолақты басып алған. Көп емес, 1,5 метрге жуық. Бірақ анық оның жері. Күләш біраз тұрып егістікке қарады. Айналада ешкім жоқ. Таңғы тыныштық. Сосын үйге қайтты. Таңғы ас кезінде Қайратқа ешқандай артық сөзсіз, жай ғана болған жағдай ретінде айтып берді. Қайрат өзі сыртқа шығып қарап келді. Жүзінен ашуы байқалмаса да, Күләш оның ашуланғанын білді. Мұнда жердің иесі кім? Деп сұрады ол. Нақты білмеймін. Қала жақтан бір фермер дейді. Аты, байланысы бар ма? Жоқ, Қайрат үстелге отырып ойланып қалды. Мен соларға барып сөйлесемін. Қайрат қазір барма. Неге? Құжаттар әлі дайын емес. Жер өлшейтін маман рәсімдеп бітірген жоқ. Барып дауласасың, бірақ қолыңда дәлел жоқ. Күте тұрайық. Ол анасына қарады. Дұрыс ойлап отырсың, Күләш, деді ол біраздан кейін. Бірақ олар қазықтарды алып тастайды. Алып тастайды деп келісті Күләш, құжат дайын болғанда. Дияр ауылға күтпеген жерден тез үйренісіп кетті. Күләш немересі қалаға үйренген, өз сабақтары мен шу бар, ортадан келген соң 3 күннен кейін жалығып кетеді деп ойлаған. Бірақ ол жалықпады. Таңертең ерте тұрып, ешкім айтпаса да бақшаға шығатын, арам шөп жұлатын, суаратын, көмектесетін. Мұны көрсету үшін емес, жай ғана істейтін. Ешкілерге де ат қойды. Үлкенін қоңырау, кішісін Ақшақар деп атады. Ешкілер де оған бөтен адамдардан тезірек үйренді. Бір кеште Күләш екеуі кіреберісте отырды. Қайрат Талғатқа ер адамдардың әңгімесін тыңдауға кеткен. Әже, деді Дияр, олар жазда келгенде қорықтың ба? Аздап, деді Күләш, бірақ жерді сатпадым. Неге? Күләш біраз үнсіз қалды. Ол сөзді емес, сөздің ретін ойлап отырғандай еді. Өйткені қайта сатып ала алмайтын нәрсені сатсаң, кейін өкінесің. Бірақ жерді қайта сатып алуға болмай ма? Басқа жерді сатып алуға болады. Бірақ ол басқа жер болады. Дияр егістікке қарап отырды. Аспан қарауытып келе жатты. Алғашқы жұлдыздар көріне бастаған. Әкем, сен қырсықсың дейді, деді ол. Әкең? Ол оны құрметпен айтады. Күләш жымиып қойды. Білемін, екеуі тағы біраз үнсіз отырды. Дияр кенет, егер шақырсаң, келесі жылыда осында келгім келеді, деді. Шақырамын, деді Күләш. Жолға шығуына 3 күн қалғанда Қайрат құжат мәселесімен аудан орталығына барып келді. Қайтып келгенде көңілді екені қабағының жазылғаннан байқалды. Үдерісті жеделдеттім, деді ол. Қосымша ақы төледім, бірақ 40 күннің орнына 20 күнде дайын болады. Құжат дайын болғанда өзің барып ала алуың үшін нотариус куәландырған сенім хатты қалдырдым. Өзім бара аламын. Білемін, бірақ ыңғайсыз болып қалса деп. Ол сәл үнсіз қалды. Тағы бір нәрсе. Мен сол жерде бір адаммен сөйлестім. Ол жер дауларымен айналысады. Қазықтар туралы жағдайды айттым. Ол не деді?
Бұл кең тараған тәсіл екен. Ақырын ғана жерді ішке қарай жылжыта береді. Үй иесі байқап тұрма, үндемей ме, соны тексереді. Егер үндемесе, ары қарай қазады. Егер қарсылық білдірсе, қателік болғанын айтып алып тастайды. Бірақ сол арқылы адамның өз жерін бақылап отырғанын біліп алады. Күләш тыңдап отырды. Демек, бұл тексеру болған ғой. Дәл солай. Сенің байқап қалғаның өте жақсы. Құжаттар келген бойда нақты шекараны бекітіп, белгісі бар заңды бағаны орнату керек. Егер олардың қазықтары тағы пайда болса, бірден учаскелік полиция қызметкеріне хабарлас. Бізде Бекзат Оразбекұлы бар. Жақсы адам. Онымен танысып, жағдайды жай ғана түсіндіріп қой. Сонда ол біліп жүреді. Күләш басын изеді. Жолға шығардың алдындағы күні үшеуі де бақшада жұмыс істеді. Арамшөп жұлып, картоп түбін көміп, қызанақтарды байлады. Ұзақ уақыт үнсіз жұмыс істеді, әрқайсысы өз шаруасымен айналысты. Дияр картоп қатарларының арасындағы алаботамен алысып, асықпай, бірінен кейін бірін жұлып отырды. Қайрат картоптың түбін қопсытты. Күләш бұталарды байлады. Түске қарай бақша тап-тұйнақтай болды. Үстел басында әр түрлі нәрсе туралы сөйлесті. Қайраттың жұмысы Диярдың өсіп келе жатқаны, қыркүйекте картоп алуға келемін деген айдана туралы. Арманға айтамын деді Қайрат, ол да саған хат жазсын. Көптен бері хабарласпады. Жазсын деді Күләш, ол Арман туралы іштей өз ойымен жүретін. Кіші ұлы әрдайым ең алыста болатын. Бұл қашықтыққа байланысты емес, басқа бір себептен еді. Әңгімелерде де, қоңырауларда да, сирек хаттарда да ол толықтай көрінбейтін. Бар сияқты, бірақ жартылай ғана. Мүмкін кейінірек уақыты келгенде ол да келер. Күләш оны асықтырмайтын. Таңертең олар ерте жолға шықпақ болды. Алғашқы автобус таңғы 6:40-та келеді. Күләш ертерек тұрып, шәйнек қойып, жолға тамақ дайындады. Піскен жұмыртқа, нан, бақшаның қызанақтары. Дияр бірінші болып түсті. Ұйқылы, шашы ұйпа-тұйпа. Ол 10 күн ішінде әдетпен алған қимылмен үнсіз шелектегі суды үйге кіргізуге көмектесті. Аялдамада Дияр, әже, қоңырау менімен қоштасқанда бір түрлі қарап тұрды деді. Ол саған үйреніп қалды деді Күләш, ешкілер де үйренеді. Бір нәрсеге қамқорлық жасасаң, бәрі де үйренеді. Дияр бұл сөзді ойланып басын изеді. Қайрат анасын тағы да әдеттегіден 1 секунд ұзақ құшақтады. Анашым, хабарласып тұр. Тек бірдеңе болғанда емес, жай ғана хабарлас. Тырысамын, құжаттар келеді. Бірден айт. Айтамын, автобус келді. Дияр терезеден қол бұлғады. Күләш автобус бұрылыстан жоғалғанша оның қолын көріп тұрды. Қайрат терезеге қарамады, әлденені еңкейіп оқып отырды. Күләш біраз тұрып үйіне қайтты. Тамыз айын ол жұмыспен өткізді. Бақша өзінен күткен өнімді берді. Картоп жақсы шықты, ірі, шіріксіз. Қызанақ кеш піскенімен өнім берді. Қияр азайды, 40 қабат бітік өсті. Күләш қайнатып тұздап маринаттап отырды. Жертөле тола бастады. Қысқы қор біртіндеп жиналды. Артықшылықсыз, бірақ жеткілікті. Бір күні қоршауға егістіктегі жұмысшылардың бірі келді. Көктемде су сұраған жігіт емес, жасы үлкендеу басқа адам. Үйдің иесі деді ол. Біздің бригадир сізбен сөйлескісі келіп жүр. Қазір емес, өзіңізге ыңғайлы кезде. Не туралы? Деп сұрады Күләш, өз айтады. Жаман нәрсе емес, көрші ретінде сөйлескісі келеді. Күләш ойланып, сәрсенбі күні түстен кейін келуіне болады деді. Бригадир 50 шамасындағы, сабырлы, көп сөйлемейтін, шаршаңқы болғанымен жүзінен ауырлық байқалмайтын адам болып шықты. Оның аты Ермек Бақытұлы Әлімбеков еді. Ол ешқандай қағазсыз, папкасыз келді. Жай ғана адам ретінде келді. Екеуі кіреберісте отырды. Күләш 2 орындық шығарып шай ұсынды. Ол алды. Мен мына мәселе бойынша келдім деді Ермек, біз бұл жерде ұзақ уақыт жұмыс істейміз. Қожайынның жобасы үлкен, шаруашылықта ұзақ мерзімге есептелген. Мұнда тұрақты тұратын, жергілікті жағдайдың бәрін білетін адамдар керек. Сіздің жеріңіз біздің аумаққа шығатын шеткі жерде тұр. Егер қандай да бір мәселе, ыңғайсыздық туындаса, маған тікелей айтыңыз.
Өзім шешемін. Мәселе бар, деді Күләш. Айтыңыз. Шілдеде менің қоршауымның бойына қазықтар қағылды. Сіздердің жақтан қойылған бөтен қазықтар. Ермек қабағын түйді. Мен білмеппін, деді ол. Қай жерден өткенін көрсетіңіз. Олар қоршаудың бойында әлі тұрды. Сары жалаушалары жаңбырдан сәл өңіп қалғанымен орнында екен. Бригадир қазықтарға ұзақ қарап тұрды. Бұлар біздік емес, деді ол ақыра. Онда кімнің? Білмеймін, бірақ бүгін-ақ алып тастаймыз. Жер құжаттарым жақында жаңартылады, деді Күләш сабырлы түрде. Жаңа өлшеу бойынша шекара қоршау тұрған жермен өтеді. Түсіндім, деді Ермек. Ешқандай талас жоқ. Алаңдамаңыз, Күләш оған қарады. Мен алаңдап тұрған жоқпын, деді ол. Ескертіп тұрмын. Ермек қысқа ғана басын изеп құрметпен қарады. Қазықтардың бәрін сол күні кешке дейін алып тастады. Тамыздың соңында Арманнан хат келді. Телефон қоңырауы емес, қолмен жазылған 2 беттік хат. Жазуы қисықтау, асығыс жазылғанымен сөздері ойланып таңдалған. Ол енді басқа қалада тұратынын, жұмысын ауыстырғанын, өзіне ұнайтын, жасы үлкендеу, баласы бар бір әйелмен араласып жүргенін жазыпты. Анасы туралы ойлайтынын, жақын арада келе алмаса да міндетті түрде келуге тырысатынын айтыпты. Хаттың соңында негізгі мәтіннен төменірек бөлек жолмен: анашым, үйді сатпағаныңды естідім. Дұрыс істегенсің, деп жазып қойыпты. Күләш хатты бүктеп, бұрынғы хаттар, құжаттар мен суреттер жатқан үстел жәшігіне салды. Бірақ біраз ойланған соң қайта алды. Айна астындағы сөреге көзге көрінетін жерге қойды. Жата берсін. Қыркүйек құрғақ әрі алтын түсті болып келді. Мұндай қыркүйек бірнеше жылда бір рет кездеді. Жаз асықпай кетіп, күзде жұмсақ енеді. Жаңбырсыз, сұрғылтсыз, күндері жылы, түндері салқын, піскен алманың және қураған шөптің иісі аңқып тұрады. Күләш осындай қыркүйекті жақсы көретін. Ол асықпай, сабырмен, бәрін ретімен жинауға уақыт беретін. Картопты 3 күн қазды. Бірінші күні жалғыз өзі, асықпай, анда-санда демалып, аз-аздан қазды. Екінші күні Талғат Бейсенұлы келді. Ештеңе сұрамай, күректі алып жұмысқа кірісті. Екеуі бірге үнсіз жұмыс істеді. Арасында ғана ауа райы, жер, картоптың шірігі аз екені туралы қысқа сөздер айтты. Екінші күннің кешіне қарай картоптың бәрі қазылып кептіруге жайылды. Өнімі жақсы екен, деді Талғат қолын шүберекпен сүртіп. Жақсы, деді Күләш. Ол біраз тұрып жерге қарады. Күләш Сапарқызы, деді ол. Мынаған қарап тұрмын да ойлаймын. Жерін сатқан адамдар қазір қайда? Пәтерлерінде ақшалары таусылады. Ақша тез бітеді. Ал жер жоқ, бақша жоқ. Күз келгенде қолдары бос қалады. Күләш жауап бермеді. Оған жауап беру қажет емес еді. Талғат жауап күтпей айтып тұрған. Сен дұрыс істедің, деді ол ақырын. Ол кезде айтпадым. Қазір айтып отырмын. Күләш басын изеді. Үйіне барып тамақ іш. Талғат кеш болып қалды. Ол кетіп қалды. Күләш аулада тағы біраз тұрды. Кептіріліп жатқан картоптың түзу қатарларына қарайған аспанға, егістік үстіндегі алғашқы жұлдызға қарады. Қыркүйектің ортасында Айдана балалармен келді. Күйеуі Санжар және 2 ұлы Әлихан мен 7 жастағы Нұрайлы бірге келді. Таңертең көлікпен көңілді әрі даурығып жетті. Әлихан бірінші түсіп, бірден ешкілерге қарай жүгірді. Нұрайлы анасынан ұстап тұрды. Күләш оларды кіреберістен бақылап отырды. Немерелерін көргенде оның ішінде бір нәрсе қозғалды. Сезімге беріліп жылаған жоқ. Ұзақ уақыт бір жерде жатқан тастың ақырын жылжығандай үнсіз ғана бір өзгеріс болды. Ол кіреберістен түсіп балаларға қарай жүрді. Әже, Күләш, деп айқайлады Әлихан қора жақтан. Мына ешкім шөп шайнап жатыр. Ол үнемі шөп шайнайды, деді Күләш. Оның жұмысы сол. Әлихан күліп жіберді. Айдана анасын асықпай құшақтады. Санжар амандасып қолын қысып үйдің мықты салынғанын, жақсы тұрғанын айтты. Күләш оның сөзін бағалады. Ол ешкімді төмендетпей, жай ғана құрылысқа түсінігі бар адам ретінде сөйледі. Картопты бүкіл отбасы болып жинады. Санжар қорадан ескі қаптарды тапты. Балалар бір-бірден қаптасып, оны үлкен сатқарып жүргендей салтанатты түрде жасады.
Айдана картопты жертөлеге төкті. Күләш артық сөзсіз қайда, қалай қою керегін көрсетіп отырды. Түске қарай жертөле толды. Далаға дастархан жайып, орындықтар қойып, сонда тамақтанды. Күләш қабығы мен картоп пісіріп, қазы турап, банкідегі қиярларды шығарды. Қарапайым, өз үйінің тағамы. Әшекейсіз, Әлихан тез әрі көп жет. Нұрәлі әжесінің жанында үнсіз отырды. Кейде төменден жоғары қарап қоятын. Әже, Күләш, деді ол кенет. Сен осы жерде үнемі тұрдың ба? Ұзақ уақыттан бері. 42 жыл. Бұл көп пе? Көп жалықпайсың ба? Жоқ, Нұрәлі ойланып қалды. Ал мен жалығар едім, деді ол байыппен. Сен қаланың баласысың, деді Күләш, саған бәрі жаңаша керек. Оның еш жамандығы жоқ. Нұрәлі басын изеп, бұл жауапты түсініктеме ретінде қабылдады. Айдана әңгімелерін тыңдап ештеңе айтпады. Тек анасына мамырда бірге картоп отырғызған кезде байқаған баяғы тыныш, сәл таңданыс аралас көзқараспен қарап отырды. Тамақтан кейін Күләш немерелерін зиратқа ертіп барды. Айдана бірге барғысы келген, бірақ Күләш, жоқ, өзім барамын, деді. Айдана қарсылық білдірмеді. Үшеуі бірге жүрді. Күләш, Әлихан және Нұрәлі, жол қысқа, егістік арқылы минуттай ғана. Балалар қатарласа үнсіз жүрді. Олар да бұл жерде үнсіз жүру керегін сезгендей. Зират тыныш еді. Күләш гүл алып келіп, бақшадағы соңғы хризантемаларды қоршаудың жанына қойып, қисайған гүл шоғын түзеді. Балалар оның артында тұрды. Бұл атамыз ба? Деп ақырын сұрады Әлихан. Атаң, ал мына екеуі, арғы атаң мен арғы әжең, менің әке-шешем. Сен мұнда жиі келесің бе? Жиі, олар осында. Әлихан қабірлерге балалық ыңғайсыздықсыз, салмақты қарап тұрды. Ал мұнда жалғыз тұрудан қорықпайсың ба? Деп сұрады ол. Бәрі көшіп кеткенде ше? Күләш жауап бермес бұрын ойланып алды. Мен жалғыз емеспін, деді ол. Бұрын жалғызбын деп ойлайтынмын. Бірақ олай емес екен. Неге? Өйткені мынау бәрі менімен бірге. Сендер келдіңдер, Қайрат келді, жерде орында қалды. Әлихан үндемеді. Түсінікті, деді ол. Шамасы бір нәрсені шынымен түсінген. Бірақ оны сөзбен түсіндіре алмас еді. Нұрәлі әжесінің қолынан ұстады. Күләш қолын тартпады. Екеуі біраз тұрып, кейін кері қайтты. Келесі күні түстен кейін олар жолға жиналды. Көлікке картоп, қияр мен қызанақ салынған банкалар, жәшікке салынған алмалар тиелді. Санжар бәрін ұқыпты орналастырды. Оның істі білетіні көрініп тұрды. Балалар үймен қоштасқаннан гөрі ешкілермен ұзағырақ қоштасты. Айдана анасының қасына ең соңынан келді. Анашым, деді ол. Мен саған бір нәрсе айтқым келді. Көктемде көш, жерді сат дегенім дұрыс болмады. Сен алаңдадың, деді Күләш. Иә, бірақ алаңдау мен ненің дұрыс екенін білу бір нәрсе емес екен. Күләш қызына қарады. Жақсы айттың, деді ол. Айдана басын изеп, анасын құшақтады. Бұл жолы бұрынғыдай асығыс емес, ұзақ құшақтады. Жаңа жылда келеміз, деді ол. Рұқсат етсең? Рұқсат етемін. Бәріміз бірге. Қайратпен келісермін. Жақсы. Көлік кетіп қалды. Жолдағы шаң басылды. Таныс тыныштық қайта орнады. Күләш қақпаның жанында біраз тұрды да аулаға кірді. Қыркүйектің соңында жаңартылған құжаттар келді. Сол кеште Қайрат телефон соқты. Күләш келісілгендей хабарлады. Алып қойдым. Алып қойдың ба? Иә, бәрі дұрыс. Жақсы, папкаға сал. Тағы көшірмесін жаса. Біреуін өзіңде қалдыр, біреуін маған жібер. Жіберемін. Шекара қалай рәсімделді? Бәрі анық. Жер өлшейтін маман жақсы жасапты. Өте жақсы. Енді бірдеңе болса, жеріңді қорғай аласың. Күләш біраз үнсіз қалды. Қайрат, деді ол. Осы жазда көп көмектестің. Өзің де реттей алар едің. Мүмкін, бірақ осылай тезірек болды. Анашым, деді Қайрат біраз үнсіздіктен кейін. Мен Дияр туралы ойлап отырмын. Ол қайтып келгеннен бері тек ауыл, ешкілер, бақша, егістік туралы айтады. 3 апта өтті.
Әлі де есіне алып жүр. Жақсы бала екен, саған ұнады ма? Өзара ұнадық. Келесі жазда саған баруына бола ма? Болады. Қайрат тағы біраз үнсіз қалды. Әлде бір сөз айтқысы келгендей еді, бірақ таппады. Не тапса да айтпай қалдырды. Хабарласып тұр деді ол ақыры. Хабарласамын деді Күләш. Қазан тағы да жауымен келді. Өткен жылдағыдай, оған дейінгі барлық жылдардағыдай. Күләш бақшасын жинап, жүйектерін жапты, құралдарын орнына қойды. Ешкілер қысқы күтімге көшті. Пеш жағылды. Өмір қысқы қалпына қайта түсті. Бірақ осы айналымда бір нәрсе өзгерген еді. Сыртта емес, оның ішінде. Ол мұны сөзбен атамаса да сезетін. Ұзақ уақыт шетте тұрған бір нәрсе енді сол шеттен сәл алыстағандай. Жоғалған жоқ, тек кейін шегінді. Қазанның алғашқы күндерінде Райхан қолына бәліш ұстап кірді. Екеуі жай ғана отырып шай ішті. Райхан әпкесі, жиендері көшіп кетпеу туралы ойлар жайында әңгімеледі. Сен көшпейсің деді Күләш. Неге олай ойлайсың? Бір жылдан бері көшуді ойлап жүрсің. Егер кететін болсаң, баяғыда кетер едің. Райхан ұялып күлімсіреді. Шындық үстінен ұсталған адам сияқты. Мүмкін деді ол. Қайда барамын? Мұнда бақшам бар. Мұнда бәрі бар деді Күләш. Райхан оған қарады. Күләш Сапарқызы, сен басында-ақ дұрыс істеп жатқаныңды білдің бе? Жерді сатпағаныңды айтамын. Күләш шын көңілмен асықпай ойланып алды. Жоқ деді ол. Білмедім, менің қолымнан басқаша жасау келмеді. Бұл дұрыс екенін білу деген сөз емес. Райхан баяу басын изеді. Бұл түсініктеме оның осы мәселе туралы естігендерінің ішіндегі ең дұрысы сияқты еді. Қазанның соңында Ермек Бақытұлынан күтпеген әңгіме келді. Ол тағы да алдын ала ескертіп үйге кірді. Қолында жұмысшылардың біреуінен келген үйдің сүрленген еті салынған шағын түйіншегі бар екен. Қожайын сізбен танысқысы келеді, апай деді ол. Арнайы мәселе емес, көрші ретінде ғана. Жақсы деді Күләш. Қашан? Егер қарсы болмасаңыз, сенбіде келеді. Қарсы емеспін. Қожайын Күләштің ойлағандай адам болып шықпады. Ол қалада өскен, қымбат күрте киіп, әмірлі сөйлейтін біреу болады деп ойлаған. Бірақ 50 шамасындағы, бойы аласа, қарапайым сәл мыжылған күрте киген ер адам келді. Өзін Нұрлан Серікұлы Бекенов деп таныстырды. Ол асықпай, жай дауыспен сөйледі. Екеуі кіреберісте отырды. Күз әлі жұмсақ еді. Сіз туралы естідім деді ол. Жалғыз өзіңіз ғана жеріңізді сатпаған екенсіз. Ұсыныс алғандардың ішінен жалғыз мен емес деп нақтылады Күләш. Талғатты сатпады. Бірақ оның себебі басқа. Түсінікті, мен мынаны айтқым келді. Біз мұнда ұзақ уақыт жұмыс істейміз. Бұл уақытша жоба емес. Маған көршілермен арада дау-дамайсыз, кернеусіз қалыпты қарым-қатынас болғаны маңызды. Қазықтарды алып тастады деді Күләш. Білемін, Ермек айтты. Бұл менің адамдарымның біреуінің қателігі. Кешірім сұраймын. Күләш оған қарады. Кім қақса өзі біледі. Сондай-ақ бұлай істеуге болмайтынын да біледі. Онда жақсы. Нұрлан Серікұлы біраз үнсіз қалып егістікке қарады. Сіз мұнда көптен бері тұрасыз ба? 42 жыл. Бұл жер сізге қымбат па? Иә, ол сезіліп тұр деді Нұрлан. Жеріңіз ұқыпты. Мұнда адамның өмір сүріп жатқанын көресің, өмірінің соңын күтіп отырғанын емес. Күләш бұл сөзге жауап бермеді. Айтатын сөзі болмағандықтан емес. Кейбір нәрселерге жауаптың қажеті жоқ еді. Олар ауа райы, өнім, қыстың ұзақ болатыны туралы тағы біраз сөйлесті. Кейін Нұрлан орнынан тұрып қоштасып кетіп қалды. Ермек те артынан шығып қақпаның жанында бұрылды. Ол сөзінде тұратын адам деді ол ақырын. Дау болмайды десе, солай болады. Күләш басын изеді. Қараша алғашқы қарын алып келді. Күләш терезе алдында тұрып қардың бақшаға, алма ағаштарына, қоршаудың ар жағындағы егістікке біркелкі, тыныш, желсіз түсіп жатқанын қарап тұрды. Осындай сәттерде ол кейде Бекенді ойлайтын. Сағынышпен емес, ұзақ уақыт қасында болғанда, кейін кетіп артында бос кеңістік емес, тыныштық қалдырған адамды еске алғандай. Ол алғашқы қарды жақсы көретін. Сыртқа шығып қарап кейде қарапайым бір сөз айтатын. Жақсы екен дегендей.
Емесе үндемей тұратын. Күләш те қазір үнсіз тұрды. Құжат салынған папка сандықта жатты. Жаңартылған құжаттар мен көшірмелері ретімен салынған. Жертөле толы. Отын жиналған. Ешкілер қорада тоқ. Арманның хаты айна астындағы сөреде Күләш қойған жерде жатыр. Жаңа жылға Айдана отбасымен, Қайрат Диярмен бірге келетінін айтқан. Арман да тағы хат жазуы мүмкін. Күләш оны асықтырмайтын, бірақ жазатынына сенетін. Мұның бәрі дабырасыз, көзге түспейтін, ешкім айтып мақтанатындай емес еді. Бұл қақпаны жауып жоқ деген сәтте өзі таңдаған өмір еді. Ол терезеден бұрылып күпәйкесін киіп кіре беріске шықты. Қар баяу жауып тұрды. Аулада тыныштық. Қыста әсіресе ауылда болатын сондай тыныштық. Бәрін қар басып, дыбыстар бәсеңдеп, айналада тек ең маңызды нәрселер ғана қалғандай. Күләш біраз тұрып, алма ағаштарына қарады. 4 бұрышта әкесі отырғызған 4 ағаш тұр. Олар қар астында да бұрынғы қалпында тыныш, берік, ешкімнен рұқсат сұрамай тұрғанда еді. Жер өзінікі болатын, солай болып қала берді. Ол мұны мереке етпеді де, ешкімге түсіндірмеді де. Ол жай ғана осында өмір сүріп жатты. Және осының өзі оған жеткілікті еді. Бүгінгі оқиға осымен тамам. Әңгіме ұнаса видеоға лайк басып, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал келесі әңгімеде кездескенше аман сау болыңыздар.